Амансыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы, алдымен андатпа көрініс. Қарағанды облысы әкімдігінде бір қатар кадрлық ауыс-түйіс болды. Бірден 3 басқарма басшылығы мен аймақ басшысының кеңесшісі тағайындалды. Қаламызда дәстүрлі халық заңгері республикалық акциясы ұйымдастырылды. Жоғары білікті мамандар бірнеше сағат бойы барлық тұрғындарға тегін құқықтық кеңес берді. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайында өлке тұлғалар атты кітапханалық тележоба өтті. Онда мектеп оқушылары жергілікті қоғам қайраткерлерімен кездесіп пікір алмасты. Өңірде 2020 жылы экономикалық өсімді 5,3%-ға қамтамасыз ету міндеті тұр. Бұл өнеркәсіп саласы мен құрылыстың даму есебінен жүзеге асырылмақ. Кезекті аппараттық кеңесте облыстың қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдайы талқыланды. Сондай-ақ жиында бірқатар кадрлық ауыс-түйіс болды. Күн тәртібіндегі мәселеге тоқталмас бұрын алдымен бірқатар тағайындаулар болды. Облыс әкімінің жаңа орынбасар қызметін енді Әлішер Әбдіқадыров атқарады. Ол өнеркәсіп, шағын және орта бизнесті дамыту, индустрияландыру және инвестиция мәселелер бойынша өңірде жетекшілік ететін болады. Ал ішкі саясат басқарма басшысы лауазымына Ерлан Құсайын тағайындалды. Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының жаңа басшысы Еркебұлан Жұмакенов болды. Сондай-ақ облыс әкімінің кеңесшісі қызметі Марат Жандәулетовке жүктелді. Енді күн тәртібіндегі мәселеге тоқталсақ, 2020 жылдың қаңтар айының қорытындысы бойынша инвестиция көлемі 274 миллион теңгеге 11 сауда, туризм және қызмет көрсету нысандары енгізілді. 39 жаңа жұмыс орны ашылған. Фармацевтика мен машина жасау, резинке және пластмасса бұйымдары, сондай-ақ жеңіл өнеркәсіптің өсуі күтілуде. Түсті металл өндірісі 20%, болат өндірісі 92%-ға артады. В том числе по Казахмысу выпуск меди также с увеличением. Оның ішінде Қазақмыста өндіріс 12%-ға, яғни 33 мың тоннаға артты. Бұл бізге кәсіпорынның жемісті жұмысының арқасында жүйені қалыптастыратын мүмкіндік береді. Сонымен қатар қаукен өндірісі 10%-ға өсті. Біз оң үрдіс сақтаймыз. Сондай-ақ ағымдағы жылдың қаңтар айында 50 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл мәселеде Балқаш, Қаражал, Теміртау қалалары және Қарқаралы мен Шет аудандары қалыс қалуда. Жалпы құрылысқа мемлекеттік бюджеттен 50 миллиардтан астам теңге бөлінген. Основные объемы будут уже во втором квартале идти. Негізгі көлемі 2-ші тоқсанда шығады. Біз қаңтар айында 54-57 мың шаршы метр жоспарды ұсындық. Жалпы 6,4%-ға асып түсті деуге болады. Бұдан бөлек бюджетті игеру мәселесі де қаралды. Оны мақсатты жұмсау бойынша Қарағанды облысы 5-ші орында. Дегенмен 470 миллион теңгеге жуық қаражат игерілмей қалған. Всем областным управлением, Барлық облыстық басқармалар, қалалар мен аудандардың әкімдері бюджет қаражатын тиімді пайдалану үшін ерекше бақылауға алыңыздар. Қаржыландыру 10 күн бұрын ашылды. Республикадан қажетті қаржы келіп түсті. Ендігі жұмыс сіздерде. Жалпы қаңтар айында облыс дамуының негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері бойынша 10 динамика байқалады. Негізгі капиталға инвестиция салу өткен жылдың деңгейінде немесе 800 миллиард теңге көлемінде жоспарланған. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар тегін заңдық көмек алды. Қаламызда дәстүрлі халық заңгері республикалық акциясы ұйымдастырылды. Жоғары білікті мамандар бірнеше сағат бойы барлық тұрғындарға тегін құқықтық кеңес берді. Атап өтсек, бұл шара шаһарымызда ғана емес, жаппай елімізде өткізілді. Қарағандылықтар үшін осынау акция таптырмас мүмкіндік болып отыр. Себебі заңдық тұрғыдан сауатты берілген кеңес адамдардың жұмысын біраз жеңілдететіні сөзсіз. Кәсіби кеңес алсам деп келген Гүлшат Имешева мұндай акциялар қарапайым халыққа көп қолдау дейді. 4 баланың анасы бұл жерге көп балалы отбасылар қандай мемлекеттік қолдауға ие болатынын білуге келген екен. Мұндай акция қарапайым халық үшін таптырмас мүмкіндік. Міне мен өзіме қажетті ақпаратты тез арада түсінікті түрде алдым. Бұл өте ыңғайлы жасалған дүние. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз.
Шараның мақсаты қаламыздағы заң мәселесі бойынша қиындықтарға тап болған жандарға көмек беру және тегін құқықтық қызмет көрсету. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы бұл акция қаламыздағы сауда үйлерінің бірінде өткізіліп, 500 адам заңдық көмек алған еді. Енді биыл ұйымдастырушылар бұл көрсеткішті 2 есеге арттырамыз дейді. Мамандардың айтуынша, бұқара халық көбіне тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық және ауыл шаруашылығы, білім мәселелері бойынша сұрақтармен келеді екен. Шара ұйымдастырудағы басты мақсат қаламыздағы заң мәселесі бойынша қиындықтарға тап болған жандарға көмек беру және тегін құқықтық қызмет көрсету. Сондай-ақ аталмыш бастама қаламызда ғана емес, сондай-ақ аудан, ауылдарда да өткізіліп жатыр. Құқықтық кеңесті білікті заңгерлер, мемлекеттік органдар мен қоғам өкілдері жүргізеді. Естеріңізге сала кетейік, енді халық заңгері акциясы шаһарымызда әр ай сайын ұйымдастырылатын болады. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ фильм түсірген режиссер Ермек Тұрсыновтың туындысы «Шырақшы» фильмі Қарағандыда көрсетілді. Кинода соғыстан кейінгі қиын кезең суреттелген. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Қазақ фильм қызметкерлері арқа төрінде құрметті қонақ болды. Шырақшы фильмінде соғыстан кейін кезеңде де адамдардың бір-біріне жасаған қайырымдылығы суреттеледі. Бас кейіпкер тозығы жеткен құрал жабдығын ескі арбамен сүйретіп жүріп, елді аралап кино көрсетеді. Ал ауыл тұрғындары оған қолына түскен тиын тебенін беріп, аса ауқатымен бөліседі. Фильмде жақын жуығы жоқ таспагер халықтың арқасында күн көреді. Туындыға 620 миллион теңге жұмсалып, Венгрия және Алматы төңірегінде бір жылда түсірілген. Бұл кино бірнеше халықаралық фестивальдердің жүлдегері болып, Ресей, Моңғолия, Франция елдерінде көрсетілген. Қазақ фильмінің кинолары Қарағанды, Теміртау қалаларының халқына ұсынылды. Теміртауға келу бұл енді дүниежүзіне аты шыққан белгілі қала. Президентіміз осы қалада еңбек еткен, осы жерден шыққан. Бұл енді жастарға үлкен үлгі, өнеге деген келеді. Қазақ фильмнің қызметкерлері арқа жеріне Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай келді. Биыл хакімнің мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпек. Философ ақынның өлеңдері әлем елдеріне аударылып, әрбір сөзі қазақ қана емес, өзге халықтарға да үлгі болып келеді. Салтанат жиында жастар ақынның өлеңдерін оқып, түрлі өнер көрсетті. Қазақ фильмнің Қарағандыға сапарында көрерменге Абай, Құнанбай және басқа да фильмдер көрсетілді. Құнанбай деген фильмді керемет қабылдады. Шырақшының тұсаукесері өтті. Шырақшы деген фильмнің Ермек Тұрсын. Деректі фильмдерге дейін керемет жылы қабылдап жатыр. Қарағандылықтар өнер қайраткерлерін өз көздерімен көріп жылы қабылдады. Киногерлер де сахнада өздерінің қызықты естеліктерін көпшілікпен бөлісіп, аңызға айналған әңгімелерін айтып берді. Қазақ фильмі қызметкерлері осылайша көрермендермен тікелей қауышып, мерекелік кештің көркін қыздырды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында шетелдік нөмірі бар көліктерді уақытша тіркеу жалғасуда. Таяуда шаһар тұрғыны алғашқылардың бірі болып, 18-ші аймақ нөмірінің иесі атанды. 47 жастағы қала тұрғыны Александр Подшибякин 18-ші аймақ уақытша нөмірін алғашқылардың бірі болып алды. Ол өзінің Toyota RAV4 темір тұлпарын Ресейден алып келген көрінеді. Көлік иесі алғашқы тіркеу жарнасын төледі. Енді ол бір жыл бойы еш қиындықсыз жүре алады. Уақытша нөмірді 20 минут ішінде алдым. Енді еш қиындықсыз жүре беремін. Бұл өте ыңғайлы екен. Әзірге утилизация жинақты төлеуге ақшам жоқ, бірақ бір жыл уақыт берді. Енді сол аралықта төлеймін деген ойдамын. 1 ақпаннан бастап елімізде Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден жеткізілген көліктерді уақытша тіркеу басталған болатын. Осы аралықта 200-ге жуық қарағандылықтар Ресей, Армения, Белоруссия және Қырғызстаннан әкелінген темір тұлпарларын уақытша тіркеуге қатысты кеңес сұрады. 1 ақпаннан бастап шетелден жеткізілген көліктерді уақытша тіркеу акциясы басталды. Науқан 29-на дейін жалғасады. Ал оған дейін тиісті мамандардың көмегімен түсіндірме жұмыстары жүргізілген болатын. Еске сала кетсек, қазіргі уақытта елге әкелінген жеке көлік құралын уақытша тіркеуден ақпанның 1-ші күніне дейін өткізуге болады. Тіркеу келесі жылдың 1-ші наурызына дейін жарамды. Осы мерзім ішінде автокөлік иелері кедендік баж салығын және пайдалану ақысын тұрақты тіркелген автокөлікке төлеуге немесе оны елден шығаруға міндетті. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайында өлке тұлғалар атты кітапханалық теле жоба өтті. Шара барысында мектеп оқушыларына туған жерге арналған кітаптар көрмесі де ұсынылды. Сондай-ақ балалар жергілікті қоғам қайраткерлерімен кездесіп пікір алмасты. Биыл Кеншілер қаласына 86 жыл. Осыған орай облыстық тарихи өлкетану мұражайында көрме ұйымдастырылды. Көрмеде Қарағандының өңірдегі көпсалалы және индустриялық орталық ретінде қалыптасуы көрсетілді. Меніңше көрме өте жақсы өтіп жатыр. Қарағанды Қазақстанның индустриялық орталығы емес, рухани орталығы. Баяғыда Сәкен Жүнісов айтқан, егер Алматы Мәскеу болса, Қарағанды Санкт-Петербург деген. Бұл Қарағандының рухани орталық рухы күш деген сөз. Әр жылдың осы күні айтулы шаралармен тоғысады. Қала күніне орай мектептерде сынып сағаттар өтіп, жас ұрпаққа қала тарихынан ақпарат беріледі дейді қала әкімінің орынбасары. Сонымен қатар көрмені өткізудегі мақсат өскелең ұрпақты өз өлкесіне деген сүйіспеншілік пен патриотизмге тәрбиелеу көзделгенін алдыға тартты. Бүгінгі шара мына Қарағандының қаласының тұлғаларын жинап, жастары бар, оқушылар бар, олардың арасында сол кісілерді марапаттап, және сол кісілердің қандай жетістіктерін жеткізгенін жастарға айтып жеткізу. Сондай мақсат. Шара барысында ұйымдастырушылар көпшілікке Қарағанды туралы слайд көрсетіп және кітап көрмесіне шолу жасады. Сондай-ақ келген қонақтар қала дамуына үлес қосқан үшін әкімнің арнайы алғыс хаттарына ие болды. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында бірегей жобалардың авторлары қайтарымсыз грантқа ие болды. Қазақстанда Біріккен ұлттар ұйымы даму жобасы және эко-орталық қоғамдық бірлестігі осал жастарды жұмысқа орналастыру аясында бірлескен жобаны іске асыруда. Жалпы облыста 15 бірегей кәсіпкерлік бастамаға қолдау көрсетілген. Жас бизнесмендер өз жобасы үшін 3 миллион теңгеге дейін тегін көмек алды. Олардың арасында әртүрлі сала мен әлеуметтік маңызы бар бастамалар қарастырылған. Мәселен, Сәтпаев қаласынан келген Алмас Қыдырбеков әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жобасын қолға алуда. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдап жұмысқа орналастырады. Ол үшін арнайы лазерлі құрылғылар да сатып алынған. Тек қана жастарды бөлмей, мүмкіндігі шектеулі жастарды қоса жаңағыдай әлге алға тартуға. Негізгі бағытымыз сол, және де Сәтпаев қаласында бізде жаңағыдай толық қамды балабақшалар болсын, әртүрлі жаңағыдай қазіргі мектепке дейінгі дайындық жүргізетін курстардың барлығымен жаңағыдай доғырға отырып, бізде жаңағыдай сызғыштан бастап түрлі жиһаздарға дейін орнатуға біз әзір боламыз. Біріккен ұлттар ұйымы даму жобасы 2018 жылдан бастап жұмыс істейді. Биылғы жыл қорытынды болып табылады. Халықаралық ұйым өкілдері Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің біршама жас кәсіпкерлері тегін қаржылай көмекке ие болғандарын айтады. 2020 год – это последний год проекта. 2020 жыл аталмыш жоба үшін соңғы. Бірақ біз жобаның жалғасы боларына үміттенеміз. Ол үшін де жұмыстар атқарылып жатыр. Себебі жастар болсын, жергілікті атқарушы органдар тарапынан да қызығушылық танытып жатқандарын байқадық. Жоба әлеуметтік маңызы бар түйткілді мәселелерге оңтайлы шешім қарастыруды мақсат тұтады. Аталған бағдарламаны жергілікті билік те белсенді түрде қолдау үстінде. Почему в моногородах реализуется больше проектов? Неге жобалардың басым бөлігі моноқалаларда жүзеге асырылып жатыр? Өйткені онда жұмыссыз жастар көп. Осындай қолдауға арналған жобалардың арқасында көмек алып жұмысқа орналасуға мүмкіндіктері бар. Бұдан бөлек Біріккен ұлттар ұйымы даму жобасы және эко-орталық қоғамдық бірлестігі Ақтөбе облысындағы 13 бизнес жобаға қолдау көрсеткен. Енді еліміздің батыс аймағында наубайхана, шағын баспахана, сұлулық салоны және тігін шеберханасы пайда болады. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі аптабасы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын, амандықта жүздескенше.